Баршаңызға қайырлы күн достар. 22 наурыз, қазақтың әз наурыз мерекесі барлығыңызға құтты болсын. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөктің рецептісімен бөлісемін. Осы видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Майсөкті дайындау үшін бізге ең алдымен тары қажет болады, және де бөлме температурасындағы сары май, қант және де сүт қажет болады. Ең алдымен тарымызды ыстық сумен 2-3 қайтара тап-таза, суымыз таза болғанға дейін жуып аламыз. Қараңызшы, алғаш жуған кезде суымыз қандай лас болып кетті. Енді осыны ыстық сумен 3 рет жуып алдым. Егер үйде үлкен сита болса, онда ағын суда жуып алғандарыңыз дұрыс. Менде үлкен сита болмағандықтан осылай ыдысқа құйып, тарымызды осындай суымыз тап-таза болғанға дейін жуып аламыз. Одан кейін тарының үстіне ыстық қайнаған сүт құямыз. Ыстық сүтті құйғаннан кейін қақпағын жауып, шамамен 20 минут уақыт қалдырамыз. 20 минут уақыт өткеннен кейін қақпағын ашып, осылай сүті тартылып, тарымыз ісініп, әдемі болып тұрады. Артық сүтін бөлек ыдысқа құйып аламыз. Сүтті ысырап етіп, төгіп тастауға болмайды. Тарының артық сүтін, ылғалын кетіру үшін біз осындай сүлгіге тарыны біркелкі етіп төсейміз, немесе қағаз салфеткаге төсесеңіз де болады. Біркелкі етіп осылай қасықпен тарыны жаямыз. Шамамен жарты сағаттай 40 минуттай тұру керек. Сол кезде артық ылғалы кететін болады. Мен осылай салфеткамен үстінен басып, тезірек ылғалы кетсін деп жасадым. Менде шамамен 40-50 минут уақыт өткеннен кейін тарының артық сүті, ылғалы кетті. Осылай сүлгіден ақырындап алып, тарыны бөлек ыдысқа саламыз. Енді майсөкті жасай беруге болады. Майсөкке міндетті түрде бөлме температурасындағы сапалы сары май болу керек, және де қант ұнтағы немесе шекер болса да болады. Осындай көз мөлшерімен 2-3 ас қасық шекермен шамамен 100-150 грамм сары май салдым. Қолыммен осылай жақсылап араластырып, майсөктің майдың біркелкі болуын қадағалаңыз. Дайын болған майсөктің дәмін көріп, қажет болса майын, шекерін үстінен салсаңыз болады. Және де ыдысқа әдемі етіп салу үшін арнайы пиалаға немесе кесеге осылай қасықпен нығыздап салып, одан кейін тарелкаге төңкеріп салсаңыз әдемі болып көрінеді. Егер үйде жент болса, шет-шетіне жентпен әсемдеп қойып, дастарханыңызға қойсаңыз болады. Майсөктің майының жеткілікті екендігінің көрсеткіші, кесені аударған кезде біркелкі әдемі болып түседі майсөк. Және де бұл тағам қазақтың ұлттық тағамдарының бірі, өте пайдалы. Тек қана қонаққа емес, ауызашарға емес, күнделікті отбасыңызға дайындап берсеңіз болады. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.